Шерхан Мұртаза атындағы руханият және тарихтану орталығы қазіргі уақытта облысымыздың зиялы қауым өкілдерінің бас қосатын бір жақсы бір орынға айналды десем қателеспеймін. Тіптен қажет болатын болса, мынау жазушылар одағының мүшелері, ақындар, жазушылар да осы жерде бас қосып, облыстың мәдениеті, әдебиеті, руханияты жөнінде келелі кеңестерге жиі қатысамыз. Бұл үшін өте қуанышты. Яғни руханият орталығы бұл мәдени қауыммен, зиялы қауыммен өте тығыз байланыста жұмыс жасап жатыр деп білуге болады. Ал енді қандай іс-шаралардың куәсі болдым дегенде, мысалы мен мына мәселелерді атап өтер едім, өзім тікелей қатысқан. Мысалы, жазушылар одағының мүшесі, алаш сыйлығының лауреаты Көсемәлі Сәттібайұлының «Жалғыз қара» деген роман шыққан биыл. Бұл енді мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының әкесі туралы жазылған деректі проза болатын. Мінекей осы прозалық шығарманы руханият орталығы тікелей бастамасымен облыс жұртшылығымен байланыста үлкен кездесу өткізілді. Бұл өткізу шынында да ашық, жан-жақты әңгіме болды. Бұл да үлкен бір жақсы іс-шара деп ойлаймын. Одан кейін Жамбыл облысының жер суаттарына қатысты аңыздар бар. Неге осы аңыздарды кітап болып үш тілде басылып шығуы, бұл шын мәнінде біздің қазақ оның бер жағында Жамбыл облысы руханиятына қосылған үлкен зор үлес деп білемін. Ал енді жер суаттарының аңыздары бұл өте маңызды, қажетті. Тіптен енді ойлаймын, осы бір кітаптың негізінде алдағы уақытта ғалымдармен бірлесе отырып ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге болады. Өйткені жер суаттары сол жердің тарихы, яғни халықтың тарихы десек болады. Жер суаттарының өзін бірнеше кезеңдерге бөліп қарастыруға болады. Мысалы, анау Қаратау жеріндегі аңыз әңгімелер бұл біздің заманымызға дейінгі ықылым заманынан хабар беретін болса, бертіндегі мынау әулие-әнбиелерге қатысты жер суаттарының өзі де қызықты, маңызды, мәнді болып келеді. Неге осыларды жинақталып бір кітап қылып, жай ғана кітап емес, сапалы кітап болып шығуы руханият орталығының үлкен бір жақсы жұмысы болды. Оның бер жағында өзім куә болған тағы бір жұмыс, бұл мынау журналист, өлкетанушы Мадияр Ералыұлының тарихқа таңбалы тарих дейтін кітабының тұсаукесері болды. Мен бұл кітапты тікелей таныстым. Бұл да руханият орталығының үлкен бір жақсы игілікті шара болды. Мұнда автор 30 жылдардағы Жамбыл облысындағы ашаршылық кезеңді деректердің негізінде, архивтік материалдар негізінде жан-жақты әсерін жақсы баяндаған. Неге осындай үлкен іс-шаралар өтіп жатыр. Сондықтан да мен мынау Шерхан Мұртаза атындағы руханият және тарихтану орталығының жұмысын жыл көлемінде өте жақсы, қанағаттанарлық биік дәрежеде болды деп айтуға толық негіз бар. Ал енді осы жұмыстардың барлығы менің байқағанымда үлкен жауапкершілікпен, үлкен дайындықпен жүзеге асады. Ал бұның ар жағында сол руханияттың орталығының басшысы Жасұлан Әбдіхалықтың үлкен бір еңбегі бар, ұйымдастырушылық қабілеті бар деп білемін. Сондықтан да руханият орталығының жұмысын жақсы деп бағалаймын, және де алдағы жылда осындай биіктіктен көріне беруге тілектеспін. Руханият орталығы жалпы зиялы қауым орталығы есебінде қазір үлкен рөл атқарып отырғанын мен баса айтқым келеді.